Бүйрек адам ағзасында ең маңызды мүшенің бірі. Ол ағзамыздағы зиянды улы заттарды шығаратын фильтрлік қызмет атқаратын негізгі мүше болып табылады. Бүйрек аурулар қазіргі кезде көп кездеседі. Егер сізде мына белгілер кездесетін болса, дереу дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, бұл белгілердің сізде бар жоғына көз жеткізіңіз. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауға қауқарлы. Яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп тұрады. Ойлаңызшы, 1500 литр қан күн сайын тазарып отырады. Көбіміз ісу, бас ауруы мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп-жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді екен. Назарларыңызға аурудың 6 белгісін ұсынамын. Бірінші, бет аяқ-қолдың саусақтары, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен, оның жұмысы бұзылса қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығу жасау. Екінші, қан қысымының жоғарылауы. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, дәрігерге көрініп емдік шаралар қолданбаса, бүйрек істен шығып өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда. Үшінші, белдің немесе арқа ауырсынуы. Бүйрек ауырғанда көбінесе ауырсыну бел аймағының екі бүйірінде болады. Сондықтан беліңіз ауырса, көп кешіктірмей дәрігерге жүгіну шарт. Төртінші, зәрде қанның болуы. Бұл жағдай зәртас ауруының немесе гломерулонефрит ауруының салдары болуы мүмкін. Дер кезінде дәрігерге қаралмасаңыз, бүйрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Бесінші, жиі кіші дәретке шығу немесе зәр көлемінің тәулігіне 2-3 литрге дейін артуы. Алтыншы, зәр шығару кезінде ауырсыну мен ыңғайсыздықтың болуы да бүйрек ауруының белгісін көрсетеді. Құрметті көрермендер, естеріңізде сақтаңыздар. Бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығуы әбден мүмкін. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Дендеріңіз сау болсын.